Так, достар, мен неге асығып бара жатыр, неге асығыс видеоны бастап отырсың, дұрыстап бастамайсың ба десеңіздер, мен бүгін мәкеңдер Алматыға келеді, соларды күтіп алу үшін, короче, маған үлгермей қалмау керек. Аэропорттан күтіп алу керек, сондықтан да таңғы асты тезірек ішіп, уже аэропортқа қарай жылжуымыз керек. Сол үшін тез барып таңғы ас шашлык ішіп алайық. Одан кейін мәкеңдермен жалғастырамыз. Короче, достар, үйдің қасында бір грузинский дворик деген жер бар екен. Сол жерге кеттім таңғы ас ішуге. Негізі былай айтатын болсам, қарным онша аш емес. Сонда да бір люля, бір баранина бердік, кола лепешкасымен соны алып аламыз. Сонымен қарым тойып болады деп ойлаймын. Сонымен мәкелерді күтіп, мәкелерді обед ішуге плотно бір шашлычкаға баратын боламыз. Өзімізге питак бар Алматыда, соны барамын. Айтпақшы достар, менен барлықтарыңыз ақшаны қайдан табасың деп сұрай бересіздер. Мен ақшаны 1xbet-тен табамын, достар. Егер де сіздерде ақша тапқыларыңыз келсе, ең үлкен коэффициенттер сол жақта, тез шығарыңдар. Сондықтан осы видеоның астындағы сілтеме бойынша өтіп, менің осы серік 1xb деген промокодын беретін болсаңыздар, сіздерге 260 мың теңгеден бонус береді. Сондықтан тезірек асығайық, достар. Так, достар, біздің шашлығымыз келіп қалыпты. Лепешкамен шашлыкты орайға салып қойып. Енді достар, кешіңіздер, менде денсаулық болу жоқ, көмекшім жоқ. Енді өзім сәл дайындалайым алдымда, сонымен тиім сорамыз. Короче, достар, алдымызға люлямызбен баранинамызды салып алдық. Мынандай белый соуспен бүйтіп құйып жіберіп, короче. Аэропортқа қарай жылжиған тезірек. Алтак, достар, бізде сағат обедке 2. Біз Чина брата Мадиярағымен обед ішуге шашлык на Попова өзіміздің питаққа келдік, короче. Шашлықтан кейін обедте қат қарны ашып тұрған жоқ, но бірақ жеу керек. Жеу керек. Қазір қарны ашып тұрған жоқ деген адамдар қалай жейтін көреміз, ә? Подписчиктар үшін жампида. Олардың тамақ жегендері, короче, жұмыс қой. Короче, достар, немесі Викторды өзім питагым алып келдім. Қандай жер мынау? На Попова, шашлык на Попова. Достар, біз келдік, кірдік, жайғастық. Нормально заказ беріп тастадық енді, по идее. Обедке болады. Біз білесің ғой, обедте қаттық не қылмаймыз. Ужинді потом алып қою керек. Так, достар, енді заказ бердік, 15-20 минут дейді. Енді кола өз. Білесіздер ғой, шашлыққа керек, бәрін заказ беріп қойдық, ал енді қазір міне нанымыз да келіп қалды. Енді, короче, достар, шашлык келген күтеміз, сонымен опырамыз ғой, короче, шашлықты. Ал так, достар, біз Чина екеуміз орнымызды ауыстырып алдық, ата ыңғайсыз, мен что-то симай кеттім, денем үлкен ғой. Шашлыктарымыз келіп қалды біздің. Көрмей жатыр. Білмеймін, короче. Біз негізі Алматы қаласын жақсы біле білмейміз, айт. Беканың әкелген жері ғой, жүсіндіш питақ дерісті жеді, көріш. Өзіміздің өзбек ағайындар істейді деген келдік. Уксустан қош десеңіздер. Шашлыкты негізі маған бай жеген өтші. Пиязды аласың. Уксус себесіндер. Уксус обязательно. Чина уксусты білмейді екен. Неге уксустың кайфына қатты білмеймін ше. Әшейін дәм берсем болды. Маған, короче, нан мен мынау ғой. Ашышық қой, ашышықтары. Сен жемейсің ба? Қажим ғой. Жесей? Қана. Негізі шашлык жаман жоқ ше. В общем, достар, сондай біздің отырыс керемет болып жатыр. Ал мен де ауыстайын енді. Ал так, достар, бірінші бисмилля деп наннан бастаймыз. Ашышықтары не қысып тұрған? Негізі ашышық дегенде помидор көп болып жатыр. Помидор ашып бересіз, пияз ше. Мына жерде болгарский ғой. Чина уксусты құйып жатыр. Уксуспен зорда, бірақ Мен достар, уксус бүйтіп қоямыз біз. Болды, Уксус бөлек кетеді. Сонша пияз қоспайсыңдар ма? Бөлді. Нағыз шашлықтың вайпы пиязмен ғой. Бұл біздің вайпы. Қыздарға ұнайтын. Хайф достар, шашлык самып қаппыз негізі ше. Самыстың ба? Жаңағына азына жегенің болмады ма? Сізден асақ бет тойын болмайым, я? Ужинді паталап қою керек. Азында шашлык онша өтпеді о. Өлді ма? Мен негізі достар көп нәрсемен кола ішпеймін да, бірақ шашлыкпен бар ғой кола десе атқа жасай алмаймын мен жігіттер. екі зат қой кола мен. Кола мен шашлык
бешбармақта, иә. Қалған жерде кола ішесің бе десе. Бірақ шашликте, ойбай. Бөлек кетеді да, мамашы. Мынау сенде баранина ма? Қойың кетті, иә? Мен баранина сорып. Қойың? Зор да. Негізі андай кавказский ода дәу ше. Ужинға сондай турлаймыз ба? Потологынан ше. Бір палышкын жесең тойып қалатын ше, анау жамай қалатын ше. Бар ма Алматыда? Бар ғой, табамыз ғой, ұйымдастырамыз ғой. Ал так достар, тояйын дедік, әжептәуір ше. Лөлен дәмін көрейін. Давайте көріңіз мені. Лөлесін көрейік. Лөлесін жақсы. Достар, негізі мен тойып қалдым, әжептәуір. Бұлай әбетте онша қатты көп жей алмаймын. Мен негізше кешке қарай бірақ опырмазам. Бірақ нормально кетті енді. Әр жетсалық, қаласы жеп қойдық көріңіз. Әркім өзінің деңгейін біледі екен. Артып қалған жоқ. Так, достар, счет 10.538 теңге шықты. Жібере салайық. Сөз жақсыраны. Өзім тамырым достар бол. Сөз жақсыраны. Көрсем ба? Аманшылықта. Әбет 10 теңге нормально шықты достар, короче. Ал кетті қалшайық. Алтық достар, біз келдік ужин ішуге. Мощный жерге алып келмен достар. Ай, короче, жоғары жақтан деді Алматы. Тау жақта Емизовкадан достар, кімдегі Алматын білетін болса. Короче, бір шашлык кетеді, ол 5 мың теңге. Прикинь, достар. Короче, кавказский. Страшный, что-то. Страшный отырыс бойында достар. Қасына пицца-митсаларды қосып қойдық салаттармен. Ужинға потолок қоямын деді ғой. В общем, бүгін братындарға бір кішігірім Кішігірім емес, ау. Қазір кесін қарсаңыздаршы. Ал так достар, біздің берген заказ келді. Очучек салат, шашликтер, пицца, кола, мола. Қарасаң, тым жоқ, Иә. Насчет қанша болғанын білесің ба? 20 мыңнан асып кетті ғой. Асып кетті. Достар, Себебі мынау 5 мың тұрады. короче, мынауысы 5 мың. Мынауысы 5 мың жаңа, может? Жоқ, мынау 5 мың. Мынау 3.800. Жоқ, мынау 5 мың. Осы антрикот 5 мың, ана премиум деген арзан. Антрикот деген ол ғой. Иә. Осы онандай сүйегі бар еді, антрикот деген. Ал Негізі, Астана түсіргендер ғой ше, 3 мың теңгеге Астанада ше, маңдай шашлык жейтін ше. Ол бағасы өскен де. бұл Алматы жігіттер. Бұл Алматы тауы бұл. Бұлай енді болады, бірақ қараңыздаршы, бұл жолы ужин дастарханы завтрак обедтен конкретно отличается мынаған. Негізі, бүгінгі челлендж бізде 24 шашлык қой. Бірақ екі балымыз ужинға кішкене шашлыктан надай ашып кетті, пицца қосайық дейді. Типа нанның орнына ғой. Кішкене нанның орнына еді. Құрмет көрермендер, достар, біз бидек, мына жерде біз әрқайсымыз жеке-жеке емес, общийға алдық қой. Мына бәрін шығарайық та. Сонымен әрқайсысының дәмін көре береміз. Мына жерде еще индейка бар, анау бар, мынау бар, үшін. Малдың еті бар, қойдың еті бар. Мынау не дедің жаңа аты? Антикор. Антикор. Антикор? Антикор? Антрикот. Антикор. Сенің КМБ-да істейтін көз салмай жүрген досың. Мен хотя бы өтіп сөйлемеймін. Мен хотя бы шашлықты мал деп айтпедім. Реально малдың еті ғой. Бәрі мал ғой. Вот именно. Негізі достар, біз ойлағымыз ғой, ужинға плот аламыз деп ше. Жаңа обедтен кейін что-то қарным онша ашпай жатыр ше. Бекеге қалып кете ма деді да. Же аламындай, еще пицца бар, анау бар, мынау бар, жетеді. Ондай достар, короче, премиумнан нан аласың лавашқа. Обязательно пияз саласың қасына. Помидор тастайсың қасына. И уксустан кішкене тамыз жеп. Болды. Міне жабасың. Типа донер қыласың да. Ұрасың, короче. Вот, достар, культура называется. Вот, жігіттер, культура это. Құршы, былай жей берші, былай. Еще. Хорошо. Ал так, достар, бізде әдемі кетіп жатыр. Чина, братан, ен жейм дейді. Так, мен бүйтемін, короче. Каждый етінен бір-бірден салам. Бәрін дәмін көрініп тұр ше. Надан. Фаршын примерно түсінікті ғой. Иә. Міне, 4 түрлі ғой. Ең бірінші индейкадан бастайын. Не жеп көргенсің бұрында? Иә. Тауықтың етінен отличается дейміз. Сәл қатпалы болады. Мен негізі ең жақсы көретін білесіздер ғой, баранина ғой. Баранина көрейікші. Ал не мынау баранина. Қалай екен? Қандай лавашпен жеген тема ғой. Мынау салат бөлек екен енді.
вот чуть-чуть міне шашлыкпен жейтін салат тау обед машинкаға жетпей қалды ма ше обедтегі машина болгарский болып қалды чуть-чуть достар бірақ күні бойы ет жегеннен кейін андай бір тоқ жеді екенсің ше кәдімгідей сезінмеді. Алтай достар қарын тойын деді уже. Шашлик жоқ, пицца жоқ, салат жоқ. Бәрін обыртсақ қой. тойын деді емес тойды ғой жаңа болды ғой Достар бір прикол айтып жіберейін. Пицца жоқ, шашлик жоқ, салат жоқ, чинада ет жоқ. Десеге ойнайды. Короче, достар осындай болды. Плотно тойып алдық. Мен тойдым енді өз басым, басқалар білмеймін. Мадиараны чинан білмеймін. Қаласы жеген тамақтарды деген. бұрында бізде 24 KFC жейміз ана жейміз жүрген кезде атау бетін көрмейтін болып кететін еді ше бұның бір почему-то ондай емес нормально. Алтай достар қарын тойды. Счет 20 мыңдай шықты примерно. 20 мыңнан сәл асты. В общем, солай достар қарын тойды енді. Жалпы не айтамыз достар, шашликтен бір қиналу, анау-мынау деген нәрсе болмады. В общем, бүгін біз плотно достар кайфовать еттік. По идее, сөзін ашық келгенде. Бірақ та достар, мен осыдан бұрын негізі 7 күндік челлендж түсірген болатынмын. KFC, тура KFC сияқты шашликпен, бірақ та ол видеолар өкінішке орай маған дұрыс ұнамай қалды, мен ауырып түсіргендіктен. Сондықтан бүгін 24 сағаттық қылып челлендж қылып түсіріп жатырмыз. Сондықтан бағалап лайк басып каналға жазып кетіңіздер. Достар, бүгінгі видеомыз осындай. Алдағы уақытта тағы да керемет қызықты видеолар шығарамын деп беге барымыз өте беріп жатыр. Өзіміз Алматыға келіп мотивация беріп кетіп жатырмыз. Алдағы уақытта дәл осы каналда керемет қызықты видеолар көретін болса, сол сөзді арнадан алыстамай подписаться кнопкасын басып қойыңыздар.